Жамбыл облысы быйыл қант қызылшасынан рекордтық өнім жинады, бірақ фермерлер күтпеген мәселеге тап болды. Өнімнің бір бөлігі әлі күнге дейін жол жиегінде жатыр. Түнгі аяз бен күндізгі ыстықтың зиянды әсеріне ұшырап, өнімнің толығымен жоғалып кету қаупі туындады. Өздеріңіз білесіздер, 11 мың гектарға қызылша дақылы егілді, 10.700 гектарын жинап аяқтадық. 600 мың тоннадан астам өнім алынды. Қазір 10-15% қалды, 90-100 мың тоннаға жуық өнім қалды. Енді қызылшаның жағдайын қазір көріп отырсыздар. Міне көз алдыларыңызда тұр. Ол кагатта жиналу өзінің бағанағы тәртібі бар. Ол тау сияқты болып жиналған кезде оның беткі қабаты ғана қатты суық болған кезде өсиді. Беткі қабаты, ішкі қабаты өңдеуге қант шығуына ешқандай мәселе жоқ. Осы мақсатта Қызылша жер компаниясы өзінің Холмер TRFL-2 тиегішін ұсынды. Ол қызылшаны ластанудан тазартады. Бұл фермерлерге артық тасымал үшін төлем жасамай, логистикада үнемдеуге мүмкіндік береді. Оның үстіне бұл комбайн тазартылған қызылшаны жерден тікелей вагондарға бумсыз немесе қандай да бір арнайы техникасыз тиеуге мүмкіндік береді. Бұл тасымалдау процесін жылдамдатады. Жүк тиегіш Қызылша жер компаниясы тарапынан алдымен Меркі зауытына, кейін Таразға фермерлерге көмек көрсету үшін берілді. Қызылша жер компаниясы тағы да саланы айтарлықтай қолдап, өнімді құтқаруға көмектесті. Сол шаруаларды шығарып жатыр, полядан қызылшаларды. Күнде 2 рейстен мынау комбайн келгелі жақсы болды, кішкене үлгеріп жатыр, тез жылдам шығарып жатыр. Әлі хабарласып жатқан шаруалар көп. Жоқ, былтырларды тасымыз, уже 3-4 жыл болды тасып жатқанымызға. Биыл жыл көп болып тұр ғой. Қызылша көп болып тұр. Шаруалар үлгермей жатыр. Меркеде очередь болды. Мына келгелі техника мына Таразға қойғалы қазір жақсы болды. Тез-тез шығарып жатыр, вагондарға артып жатыр, тез-тез үлгеріп жатыр, шығарып. Артық өнім мәселесін шешу фермерлердің, бизнестің және мемлекеттің күш-жігерін үйлестіруді қажет етеді. Жөнелту алдында қызылшаны тазарту сияқты заманауи технологияларды енгізу тіпті ең қиын жағдайларда да жол табуға болатынын көрсетеді. Болашақта осындай жағдайлардың алдын алу үшін инфрақұрылымды дамытуда және фермерлерді қолдауды жалғастыру маңызды. Енді машиналардың бәрін жіберіп жатыр ғой, вагонмен тоқтау жоқ па. Мынау Микки Маус дейді, сол келгелі мүлдем өзгерді ғой, жақсы болды. Меркеде тұрғанда да, бұл жақта да келеді, сразу жібереді. Ары бері қойған кезде кішкене очередь болып қалады, а бұлай очередь жоқ.